Ақтөбе облысында ауыл шаруашылығының дәстүрлі емес бағыттарын дамытуға ерекше мән берілуде. Министрліктен келген өкілдер сенбі күні қаладағы бірқатар кооперативтердің жұмысымен танысып, мемлекеттік қолдаудың жаңа механизмдерін түсіндірді. Жергілікті бағбандар таңқурай өсіру әдісін көрсетсе, шаруалар ешкі сүтінен жасалған сусыннан дәм татқызды. Бұл жөнінде тілшіміз Жұлдыз Алмасқызы әңгімелейді. Елбасының жаңа жолдауы аясында елімізде жеке шаруашылықтарды біріктіру бойынша шаруаларға кеңес берілуде. Ақпан айынан бастап ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері Мұғалжар, Әйтекебе, Темір және Алға аудандарының тұрғындарымен кездесті. Басты мақсат 5 жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке шаруашылықты кооперативтерге біріктіру. Әрбір кооперативке осы жылдың ішінде құрылған, 16 жылдың ішінде құрылған кооперативтерге және жаңадан құрылып жатқан кооперативтерге нақты түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мысалы, сүт бағытына қандай мемлекеттік қолдау ала алады, қай жерден кредит ала алады. Мысалы, субсидиямыз сүт алатын болсақ, сүт бойынша бізде қазір мемлекетте қарастырылған жаңадан субсидия ауыл шаруашылық кооперативтеріне 10 теңге 1 литріне субсидия қарастырылған. Қазір қала іргесіндегі шаруашылықтар кооперативке бірігуді бастады. Мәселен, Сазды ауылдық округінде бірнеше ай бұрын Шекшек ата кооперативі құрылды. Құрамында 3 жеке шаруашылық пен 1 ферма бар. Негізгі бағыты ешкі өсіру. Қазір сүтінен қымыз дайындап отыр. Меншігінде 10 гектар жайылымдық жер телімі мен 160 бас ешкі бар. Күніне 200 литр ешкі сүті алынып, табиғи таза өнім облыс орталығының коммуналдық базарларына жеткізілуде. Биыл кооператив мал азығына мемлекеттен субсидия алып үлгерді. Биылғы да шет жағасын уже осы облыстық бюджеттен ақша бөлініп, шөп дайындағаны үшін осы арнайы дәстүрлі емес ауыл шаруашылығы ғой, біздерге ешкі бағу. Осыған да ақша бөлінді биыл. Әлде де алдағы уақытта біздерде сүт өнімдерін өңдеу және де басқа да осы мал шаруашылығына байланысты өңдеу құралдарын, жабдықтарын алу үшін өте көп деген жақсы көмектер жазылып тұр. Солармен жұмыс жасауға ойымыз бар. Ал Қорайлы ауылдық округінде Айнат батыс сүтті бағыттағы ірі қара өсіретін кооператив құрылды. Әзірге мұнда 12 адам тіркелген, бірақ наурыз айына дейін бірнеше ауыл тұрғыны қосылады деп жоспарлануда. Кооперативте 205 ірі қара бар. Әрі 2 сауыншы, 5 бақташы тұрақты жұмыспен қамтылған. Көктемде облыстағы сүт зауыттарына күніне 1,5-2 тонна сүт жеткізбек. Бұған қоса жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарынан сүт қабылдауды көздеп отыр. Қазіргі таңда 17 адам, келешекте білдірушілер кіруге құрамына көп адамдар. Енді біздің мақсатымыз халықтан сүт жинау, соны қалаға завод молочный историяға тапсыру. Благодар ауылдық округіне қарасты Садовый ауылында 25 гектар алқапта таңқурай өсіріледі. Поляк бұталары жыл сайын 30 тонна өнім береді. Бұл кооперативке желтоқсан айынан бастап 2 шаруа қожалығы мен 1 кәсіпкер қосылды. Бұдан соң жұмыс тобының мүшелері Александр Сенацкийдің Ақтөбе омарташылары кооперативіне де барды. Ол бұл кәсіппен 1990 жылдан бері айналысады. Медовик атауымен жыл сайын 3,5 тонна бал шығарады. Өнім жергілікті брендке айналды. Өткен жылдың желтоқсан айында өңірдің 15 омарташысы бірігуді көздеп жұмыстарын бастаған. Олардың басым бөлігі Мәртөк, Қарғалы аудандарының фермерлері. Көктемге дейін кооперативке 5 омарташы қосылмақ. Мамандар ақтөбеліктердің кооператив құруға қызығушылықтары жоғары дейді. Біздің облысымызда бал дайындаушы ауыл шаруашылық кооперативі бар. Ешкі өсіретін, ешкі сүтін дайындайтын ауыл шаруашылық кооперативі құрылып жатыр. Ондай кооперативтер бүгінгі алдағы уақытта ойлаймын көбейе береді қатары деп. Өйткені себебі бүгін осы жеке тұлғалар, жеке қосалық шаруашылықтар бір бас мал үшін, 2-3 бас мал үшін ешқандай үкімет тарапынан көмек көрмей келетін болса, ауыл шаруашылық кооператив құрғаннан кейін мына қатардағы бұрынғы ірі тауар өндірушілер сияқты үкімет тарапынан көп көмек көреді. Айтып өтейік, облыста құрылған кооперативке ел тәуелсіздігінің 25 жылдық қарсаңында сүт тасымалдау машиналары мен ет өнімін жеткізетін шағын жүк көліктері берілді. Бұл техникаларды кооперативтер мемлекеттің субсидиясы арқылы 6% несиемен алды. Қазіргі таңда облыста 107 кооператив бар. Кооперативтерге арнайы көліктер, өзге де қажет құралдар жеңілдетілген пайызбен лизинг арқылы беріледі. Және 7 жылға 18 миллион теңгеге дейін несие қарастырылған. Жұлдыз Алмасқызы, Руслан Елтаев, Қазақстан, Ақтөбе.